Біз Маңғыстау облысы Жетібай құрық мұнайшы елді мекенінің жұмыссыздары облыс әкімі Нұрдәулет Қилыбайұлына үндеу жолдаймыз. Облыстық жұмыспен қамту орталығынан бөлінетін жұмыс орнының әділетті және заңды өтуін қадағалауыңызды сұраймыз. Қарақия ауданы әкімі Төлетаев Сымбат Қуанышұлы заңсыз және әділетсіз келген вакансияны бөлуіне байланысты және халыққа ашық түрде жария етпей отырғаны жөнінде халық наразылық білдіреді. Біздің негізгі талабымыз Төлегенов Манар қызметінен босатылсын. Жетібай әкімі Көшкінов Талғат Бекқалиұлы, мұнайшы әкімі Бекмырзаев Болат Ильясұлы осы келіп жатырған вакансияларға араласпауын сұраймыз. Қарақия ауданы Мансақ орталығы басшысы Нұрбол Қонарбаевқа толықтай берілуін талап етеміз. Осыны Қарақия ауданы прокуроры Сержан Құттымұратұлының қадағалауын және әділ өтуін талап етеміз ба? Талап етеміз!